төрт таңбалы санды қазір екі таңбалы санға көбейтіп көрсететін боламын. Бірінші, ең алғаш көбейтпес бұрын қанша таңбалы санға көбейтсек, сонша клетка тастайтын боламыз. Ең ескеретін жайт, екі таңбалы санға көбейтетін болсақ, алдынан 3 клетка тастайтын боламыз. Енді бірінші бірлікті барлық санға көбейтіп аламыз. 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4. 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6. Әр санды астына жазамыз. Бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына жазамыз. 3-ті 5-ке көбейтеміз, 10. 0-ді түсіп 1 ойда. 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6. Ойдағымен 7 болады. 2-ні барлық санға көбейтіп шықтық. Енді ондықты. Ондық бізде 7 болғандықтан 7-нің астына жазатын боламыз. 7-нің астына бастап жазамыз. 7-ні 2-ге көбейтеміз, 14. 4-ті түсіп 1 ойда, 7-ні 3-ке көбейтеміз, 21, ойдағымен 22, 2-сі жазылып, 2-сі ойда. 7-ні 5-ке көбейтеміз, 35, ойдағымен 37. 7-сі түсіп, 3-і ойда болады. 7-ні 3-ке көбейтеміз, 21, ойдағымен 24. Енді есепті қосатын боламыз. 4-ке қосатын сан болмағандықтан 4-тің өзін жазамыз. 6-ға 4-ті қосамыз, 10, 0 жазылып 1 ойда, 2 ойдағымен 3 болады. 7-ге 7-ні қосамыз, 14, ойдағымен ойда жоғы, 14 4-ті жазылып 1 ойда, 4 ойдағымен 5, қосатын сан жоқ, 2-нің өзін жазамыз. Енді оқу үшін солдан оңға қарай қайрамыз, 1, 2, 3 қайрамыз. Сонда бізде 254.304 шығады.